М. И получается біз көбіміз балалар үшін дейміз, бірақ бағана байқадыңыздар, иә, диагностика жасай келе балаларым менің өмір сүруіме мешают деген сияқтыға келдік. Но так ли это? Понимаете, бұл өте серьезный, өте ауыр сезім. И біз бұны байқамаймыз, бірақ көбіміз балаларымызға транслировать етеміз. И бұндай сезімге қандай ситуациялар туады? Балаларымыз көп ауырады, балаларымызда көп проблема болады, гиперактивный или совсем спокойный, совсем вообще өзін түсінбейтін, үніне шықпайтын деген сияқты, көп ауыратын, көп проблема создавать ететін. Бұның бәрі негізі солай проявляться етеді, когда біздің ішімізде как будто ребенок нам мешает деген бір сезіммен өмір сүргенде. Өйткені иногда кейбір адамның оянуына баласы вот бір нәрсе болғанда, баласымен проблема болғанда ғана оянып бастайды. К сожалению, да. Өйткені біз настолько өзімізге қарамай, сезбей жүре береміз, шыдап жүре береміз. И только баламызға бір нәрсе болғанда бүйтіп оянамыз. То есть это тоже бір құдайдың махаббаты шығар, андай бұл дүниеде оянып, көзіміз ашып, бір бақытты өмірге қадам жасауымызға да таким образом. Енді тағы да не болады? Көбінде мынандай сезім болады да, тұрмысқа шыққанда особенно да, өзімді жоғалтып алғандаймын, вообще бұрынғы менмен қазіргі мен екеуі екі түрлі адам. Вот бұрында мен қандай күшті едім, бұрында қандай еркін едім, қазір дым жасай алмай қалдым өзім. Еще бізде көп келіншектер күйеуімізге бағынышты болып қаламыз. То есть күйеуіміз бізге основной доходчик, біз бала шаға сондай деп өзімізді екінші планға көп қоя береміз. Бұл да біздің еркін өмір сүруімізге өте қатты мешает. И тағы есть еще одна грань, кому вот осы эфир посвящается, это вот когда мен әлсіз бола аламын ба. Үйді де мен жасаймын, и балаларға да қараймын, там күйеуім бір ақша табады, и то оны міндетінен, а мен столько всего делаю, но бәрібір ешкім мені байқамайды. Не күйеуім бағаламайды, не туыстар бағаламайды да. И в конце андай бір чувство келеді, неге мен бәріне шыдап жүруім керек, неге бәрі менің мойнымда. Вот бар ма сіздерде сондай сезім? Вот Симон ханым, мына жерде сіз. Вот пишите, пожалуйста, вот осындай сезімдер сіздерге таныс па? Да, жалғыздық, или вот шаршаңқылық, или вот неге мен күйеуіме довериться ете алмай, спокойно өмір сүре алмаймын, неге бүкіл жауапкершілік менде ғана деген сияқты. И бұның артында, бұл сезімдердің барлығының артында білесіздер ме, бізде өте бір фундаментальный бір сұрақ келеді: мен жалпы бұл әлемде кіммін? Мен не істеп жүрмін? Мен только вот балаларымның анасы, күйеуімнің әйелі, там біреудің келіні, біреудің қызымын ба, или мен басқа бір нәрсе үшін тағы да жаралғанмын ба? Что я, кто я как человек сияқты өте бір глубинный артында негізі сұрақ жатыр. Бірақ көбіміз ол сұрақтан қашамыз, қорқамыз, өйткені өзімізге үңілу, ол сұрақпен бетпе бет келу нам очень сложно. Да, скажите, есть такое? Қандар айтып отырыңыздар өз сезімдеріңізбен. Да, есть, менде осындай бар деп. Енді тағы да бүгін эфирде қандай мәселелерді талқылаймыз? Вот әйел бізде көбінде қоғамда өте давно бір функция сияқты ғана елестетеді, даже өзіміз соған сеніп кетеміз. Вот да, бағана Ағеткен айтқаны, это вот функция. Мен мама ретінде вот должна жертвовать собой, вот так с утра до вечера, только бала шағамен өмірін өткізуім керек, күйеуіме, да, там повар, няня, там домработница, түнде там күйеуімді должна обслуживать. И осындай бір функция қызметтерімізде біздің өз жанымызды, даже қазір мысалы сексологқа барамыз, не үшін? Күйеуімді мотивировать ету үшін, күйеуімнің бір менің армандарымды орындау үшін. То есть, понимаете, біз даже өз тәнімізге бір функция сияқты қараймыз, который бізге вот осы нәрселерді әкелу керек. И бұл, конечно, бізді шаршатады. Өйткені біз тек қана функция емеспіз. Біз ең бірінші адамбыз. И адам болу деген қандай екенін біз көбінде ұмытып кетеміз. Өйткені функция рольдарымызға қатты кіріп кетеміз. Мамочка болып кетеміз, иногда даже күйеуіміздің мамочкасы болып кетеміз. Иногда вот только келін рөлін қатты. Менде недавно бір клиентім айтады да, 15 жыл бойы тек қана келін, әйел, мамочка болып жүріп, өзімді вообще ұмытып кеттім ғой дейді да. Прям өзімді жоқ қылып жібердім, өз қолдарыммен анаған бір жағам, мынаған бір жағам деп жүріпші. Понимаете, и шынымен де біз көбіміз именно осы функция ролында қатты қалып қоямыз.
Тағы да бізде қазақтарда өте мықты рой бар, ол решала. То есть басқаға келгенде біз бәрін білеміз, басқаға келгенде бәрін шешіп тастаймыз. Мамамыздың проблемасын, күйеуіміздің проблемасын, ана подругамыздың проблемасын бізден ол ешкім шеше алмайды. Но білесіңдер ме, біз сөйтіп шешіп жүргенде кімді ұмытып кетеміз? Қайтадан өзімізді. Есть такое, қыздар, вот сіздер қазір тыңдап жатсыздар, сен ханым вот тоже мына жерге жазып отырыңызшы. Вот сондай бар ма? Тоже анда бір клиентім айтады да, мен осынша уақыт бәрін, иә солай дейді. Бәрін шешіп, ана подругам любой проблемасын шашып тастаймын, ана психологияны менен қатты білетін адам жоқ сияқты, бәріне ақыл айтамын дейді, бірақ өз өмірімде все не то. Өмірім бүйтіп шайқалып жатыр, сынып жатыр дейді да. И бұл бізде иногда вот қазір көп көрсеткеннен, көп психологтар тыңдай бергеннен, инстаграмда бүкіл жерде, иә, бізде бір иллюзия бар да, что біз бәрін білеміз, бәрін шеше аламыз. Бірақ біреудікін шешеміз да, понимаете? А бұл самый өмірде оңайы біреуге ақыл айтқан. Ең қиыны өз өміріңге сол ақылыңды енгізу. Если өз өміріңізді жөндей алмай жатсаңыз, сіздің біліміңіз только ми деңгейінде, и знаете, это даже мусор десетін. Потому что это нам мешает реальностьті көруге. Бір иллюзияда жүреміз да, ой, мен бәрін білемін деген сияқты. Потом көбімізде, к сожалению, балаларымызда әке жоқ. Только мама. Азанда тұрады мама, күнімен мама, кешке мама. Бізде көбіміз мына нәрсеге қатты не істейміз да, типа әке ол только ақша табатын бір функция сияқты, өзіміз функция сияқты сезінгендіктен күйеуімізге де функционал сияқты қараймыз. Сен ақша тап, болды. И көбінде балаларымызды оған табыстамаймыз. Тоже мысалы мен бір клиентім айтады да, мен оказывается басында күйеуім маған көмектесетін дейді да, мен өзім қоя бер, өзім істеймін, қой сен мынаны істей алмайсың, сен жуындыра алмайсың, ана құйрығым боғы қалып кетті, өзім жуындырамын деп, оказывается өзім күйеуімді әкеліктен айырыппын дейді да. Негізі өте ауыр сөздер, но көбімізде это есть. И потом біз еще отырамыз да, неге мен барлық балаларды мен ғана қараймын, осылардың әкесі бар ма деп біз айтамыз, но глубина, вы знаете, көбіне страшно, вот бала әкемен күшті болып кетсе, бала вот әкенікі, ененікі, біреудікі болып кетсе, мен не істеймін? Как будто мен бір жұмыссыз қалып қоямын, менің бір маңыздылығым болмай қалады, пайдам болмай қалады. И вот бізде сондай бір глубина иногда ойлар бар да, мен бір осындай жұмыс істеп жүрсем, балалармен біраз істеп жүрсем ғана мен бір маңыздымын деген сияқты. Сондай бір тоже бір иллюзия бар. И ол иллюзия біздің өмірімізді қиындатады. Даже Сим ханым, сіздің атыңызды жазып кетіңізші, Сим ханым деп айтпайын. Прям атыңызбен айтайын. Так вам есть такое у вас? Қанда сіздер жазып отырыңыздар, вот есть такое, что сізде бүкіл жүкті үйде сіз арқалайсыз. Вот күйеуіңіз только жұмыста ақша табады, и то таба ма да, а сіз вот үйде бүкіл нәрсенің бәрі сіздің мойныңызда. Бұл өте ауыр, өте дұрыс емес бір позиция. И бұдан ең қатты негізі сіз де емес, күйеуіңіз де, балаларыңыз да страдают. Почему? Потому что балаларда вроде әке бар, но әке жоқ. Знаете, бізде қоғамда вот әкенің орны өте қатты, прям дыра. Потому что біздің аналар слишком көп жауапкершілікті өзімізге алып қоямыз. И от этого мы сами страдаем. А бала кейін отырады психологтың алдында. Менде әке болды, бірақ болмады. Потому что әкенің балаға беретін көп дүниесі бар, и оны ешқандай ана оның орнын баса алмайды. Понимаете? И баспауымыз да керек. Максимально баланың әкесі болуына, өмірінде прям әкенің жирный орны болуына жағдай жасауымыз керек. Понимаете? Сондықтан бұл проблема болса, тоже я деп жаза кетіңіздер, иә? И бұның артында неге біз сонша күйеуіміз деп бір жүгіреміз, балаларымыз деп өзімізді ұмыта жаздаймыз, енеміздің алдында барымыз саламыз. Өйткені түбінде мынандай бір чувство бізде жоқ та, өмірімде мен бармын деген бір ощущение жоқ. Мен бармын только когда маған молодец дейді. Мен бармын только когда күйеуім менімен санасады. Мен бармын только когда там балаларым мені там, не знаю, меккеге апарады да, или вот мойындайды. Мен бармын только когда күйеуім
мені мойындайды, там, понимаете, там подругаларым что-то скажут. Біз қатты сондай сыртқы факторларға көбіне байланып кетеміз, и сондықтан реальностьтан қалып қаламыз. И от этого өз өміріміз кетіп қалады. От этого біз өміріміз бір жақта, біз бір жақта қалып қоямыз. Білесің бе, мысалы, менде бар клиентім, вот 55 почти жасында, мы с ней работаем. И 30 жыл, айтады да, 30 жыл не істеп жүрдім, мне так обидно деп, мысалы, кәдімгідей ей сейчас больно. И қазір қалған өмірін қалай бақытты, мықты өмір сүруге біз жұмыс жасап жатырмыз. Но 30 жыл ешкім оған қайтарып бермейді. Все, 30 жылы кетті. И ол айтады да, 30 жылымды күйеу бала деп жүгіріппін да, өзімді ұмытып кетіппін, өзімді жоқ қылып жіберіппін деп. И это осознавать очень тяжело, но она с этим работает. И қазір даже 30 жыл өтсе де бақытты болуға өте мықты қадамдар жасап жатыр. Так что никогда не поздно жить. Самое главное это захотеть. Ә, Енді дальше, и осындай, когда біз өз рөлімізді шатастырып аламыз, когда тым көп жауапкершілік алып қоямыз, даже күйеуіміздің, балаларымыздың, иә, иногда біздің тревогамыз балалардың бала болып, иә, өз өмірін сүруге даже мүмкіндік бермейді, понимаете? Мысалы, кейбір ата аналар бар, менің клиенттерім бар да, ата анасы 10 жыл бойы тамағын, киімін, қайда барады, бәрін өзі шешкен. Мына балаға бала болып, өзі андай бір қателесіп, бір көрініп, бір өз өмірін сүруге мүмкіндік бермеген. И бізде сондай нәрсе бар, біз өз өмірімізді сүрмегенде, күйеуімізге, баламызға, айналамызға да олардың еркін өмір сүруге мүмкіндік бермейміз. Сондықтан, если с этим хотите работать, вот я деп жаза кетіңіздер. Менде бұрын солай болған. Барлығын өзім жасай беретін, бірақ ішімде үлкен ашуза адамдарға деген жек көрініш сезім болады. Иә, біз тым көп жауапкершілік алғанда всегда бізде агрессия бойымызда болады. Кейін по полной сдалась, мен әлсізбін, менің идеальный болғым келмейді деп қабылдаған соң күйеуім де енем де басқаша болып көріне бастады. Енем вообще басқа адам сияқты. Өз өзіме жұмсақ адам болып кеткендей. Да, Сымбатхан, я прям очень рада, потому что шынымен де, білесіздер ме, бірінші нәрсе, да, вот уж как, что с этим делать, реально мойындау. Мойындау, что сіз барлығын алып жүруге, барлығын идеально жасауға міндетті емессіз. Как бы банально не звучало, да, біз иногда бүкіл өмірімізді жұмсаймыз, чтобы адамдар нам сказали, с тобой все хорошо. Но оны адам емес, оны өзімізге айтуымыз керек. С тобой все хорошо, Сымбат, там, допустим, да, да, ты ошибаешься, да, сен көп нәрсе жасайсың, но сен де адамсың. И как-то вот әр адамға өзінің орнын беру керек. Ол сначала өзіміз, өз орнымызды, өз өмірімізді, өз өмірімізде бар болғанда ғана пайда болады. Иә, и қараңыздар, вот неге, мысалы, күйеуіңіз жаныңызда болса да, неге өзімізді жалғыз сезінеміз? Вот как вы думаете, Сымбат, вот мына жақта жаза кетіңіздерші, вот о чем это? Почему біз жалғыздықты сезінеміз? Менде қазір барлығы жеңіл, күйеуіме, енемен уже спокойно. Бірақ қазір тек күйеуім жанымда болғанда көңілім көтерілді екенін сеземін. Уже енемен проблема жоқ. Но мен қазір өз өзіммен бақытты бола алғым келеді. Күйеуім сондай күшті адам, бірақ ол жанымда болса ғана бақыттымын деген біртүрлі ғой. Ол кезде уже көңілім түсіп аман боламын. Иә, бұл жерде Сымбат мынандай мәселе бар да, насколько мен өз өзіммен бірге жақсы сезіне аламын. То есть басқа адам болғанда ғана, басқа адам бір нәрсе жасағанда ғана ма, или өзімде мен как-то өзімді көре аламын ба? Такое ощущение, как будто сен вот күйеуіңді көресің, и күйеуіңді опора қылып жібергенсің, да? Вот күйеуім болса, мен осындай жақсымын, жақсы сезінемін деп. И бұл сезім оған да груз, и өзіңе де, да, вот это вот, как бы сказать, мынаны прям диагностика жасайтын тема екен. Потому что
Вот полноценность, вот бізде терапияның главной идеясы, к чему мы идем, быть полноценной. И полноценной боламыз қашан, и так, чтобы ешкім болмаса да, потому что действительно бізде гарантия жоқ. Күйеуіміз және де всегда болады, балаларымыз всегда болады деп. Но не болса да, қандай шторм болып жатса да, біреу болса да, болмаса да, чувствовать себя полноценной. Да, біз социумдамыз, бізге адам керек. Да, құдайдың өзі айтады тең теңімен. То есть құдай айтады, да, вот саған адам керек, әйелге күйеу, күйеуге әйел. Но это не должно быть зависимостью. То есть все, ол болмаса менің өмірім тоқтап қалмау керек. Күйеуім, мысалы менде қазір күйеуім басқа қалаға жұмысқа кетіп жатыр, там, 2 айға, да. И менде өмірім вообще тоқтамайды. С ним, да, мне хорошо, но без него тоже нормально. Да, мен скучать етемін, но мен никак одан өмірім тоқтап қалмайды. Проекттерім жүріп жатыр, ақшамды тауып жатырмын, клиенттерім. То есть мен спокойно күле аламын, спокойно өзімді әртүрлі жолмен бақытты бола аламын. И мына жерде сымбат менде андай сұрақ туындайды да, сенде күйеуіңнің жанынан басқа қандай жерлерде өзіңді бақытты сезіне аласың? Сондай бар ма? Өйткені когда біз тек қана күйеуіміздің жанында өзімізді полноценно сезінеміз, күйеуіміздің жанымызда это хорошо, это как-то вот душит нас, өйткені бізді шектейді, и душит его, да, потому что ол ауырлықты, то, что вот с тобой только хорошо деген, біздің күйеулеріміз тоже чувствует. И бұл тым үлкен жауапкершілік. Өйткені ешқандай адам басқа адамды 100% бақытты қалмайды. Это иллюзия, да? Ол бақыт обязательно какой-то процент ішімізде болу керек. Да, олар көп нәрсе бере алады, но все. Понимаете? И бұл сезімді, вот сымбат классно, да, что ты вот так анализируешь, потому что көбісі бірінші жағдайда қалып қояды. Оған груз, өйткені ол да өз-өзімен болғысы келеді арасында, онымен болып келеді. Я, и бұл отчасти тәуелділік, да? Почему? Потому что онсыз, күйеуіңсіз сенде өмір бар ма, сымбат? Без него, да? Без күйеу, без ребенка. Вот қараңыздар, почему біз көп күйеуіміздің жанінде, баламыздың жанымызда болуын қалаймыз, да? Вот почему Ақерке там баласын бағанағы садикке беріп спокойно өмір сүруге болар еді ғой? Потому что жалғыз қалғанда біз ішкі өзіміздің реальностьпен бетпе-бет келе бастаймыз. А там может быть пустота, а там просто ничего нету. И ана нәрсені сезбес үшін нам хочется постоянно жанымызды заполнять другими людьми. Күйеумен, анамен, мынамен, да? Почему? Потому что олардың жанында біз ойланбаймыз. Олардың жанында мы там ана проблеманы шешіп кетеміз, ананы ойлап кетеміз. Но адам шынайы бақытты бола алмайды, пока өз-өзімен бетпе-бет келіп, баста күйеуіме ренжіп жүрдім, бірақ соны түсінеміз. Да, вообще сымбат күшті, өте очень такие классные, такие самоанализ өте мықты. Мне кажется, саған вот кішкене, если сен терапияға келіп жұмыс жасап жіберсең, ары қарай, мне кажется, спокойно. Потому что прям чувствуешь, что ты готова, ше? Сен жазғандарынан. Я, и шынымен де, не үшін біз бағанағы күйеумен, дорамамен, да, әртүрлі подругалармен, там біреу гәппен, біреу там баласымен, біз өзімізді қоршап қоямыз. Вообще, да, там, или там трудоголизмға тоже кетіп қаламыз. Өйткені өз-өзімізбен бетпе-бет қалу нам страшно. Нам страшно вот посмотреть, сымбатта, без детей, без мужа өмір бар ма? Там, мерекеде, без этой мишуры, да, которая өмір деген, без работы, без этих бытовых дел, өмір бар ма? Без этого всего мен кіммін деген сияқты өте сондай бір глубинный сұраққа келеміз. И ол сұраққа жауапты обязательно табуымыз керек, да, понимаете? Потому что оған таппайынша бізде вот полноценность, зрелость болмайды. То есть біз үнемі, и қараңыздар, күйеуім всегда жанында болсын деп, вот как вы өзіңіз, вот как себя ограничиваете? Мысалы, көп әйел ақша таппайды, вот күйеуі табады. И бізде, мысалы, терапияда с этим много работаем, и күйеуім ақша табатындықтан,
ол маған ақша андай да, бұл өте глубинный процесс, мен сізге айтып жатқан. Ол маған ақша бермей қалмас үшін, ақша беріп тұру үшін, или маған беріп тұру үшін мен не істеймін, мен прогибаться ете бастаймын. То есть жоқ дегім келген жерде иә деймін, жасағым келмейтін нәрсені жасап бастаймын. То есть мен не істеймін, өз өзіме насилие жасай бастаймын. И біз, конечно, бұдан шаршаймыз ғой. Потом бір уақытта біз шаршағанда біз күйеуімізге ренжіп бастаймыз. Вот ты вечно со мной так делаешь. Ты вечно мені түсінбейсің, или мені қолданасың, или мені грусть етесің. Но на самом деле, это мы с собой делаем, да? Мы боимся сказать нет, мы боимся оставаться одни, мы боимся вот шынайы өзіміздің өмірімізге, жанымызға, ойымызға где-то үмітке. Понимаете? И бізде андай бір өте үлкен сцепка бар да, вот жалғыз қалмас үшін я всегда должна заслуживать. Но ол махаббат емес. Почему? Когда біз өзімізді аттап өтіп бір нәрсе жасағанда, обязательно біз оның қарымын күтеміз. Ты тоже должен мне дейміз. Но ешқандай күйеу, ешқандай бала до конца бізге біз ойлаған дүниені бере алмайды. И оттуда разочарование, оттуда жалғыздық. Понимаете? И біз жалғыздықтан вроде қашамыз, но өмірімізбен айналып келіп, сол жалғыздыққа алып келеді да өмірімізді. Өйткені қараңыздаршы, үлкен адамдардың көбісінде күйеулерімен или ажырасқан, или күйеулері ерте қайтыс болып кеткен, да, к сожалению. Почему? Сонша жалғыз болмас үшін дүниелерді жасап, енді соны действительно жалғыз қаламыз. Сондықтан маңызды да қазірден бастап вот увидеть свое одиночество, как-то смотреть на это, работать с этим, потому что түбінде шынымен біз жалғызбыз. Қанша күйеуіміз жанымызда болса да, ешқашан он не может дать нам полноценность. Понимаете? Мы күйеуіміз жанында, қанша бала жанымызда болсақ та, даже о дүниеге де біз жалғыз барамыз. Қабірде де біз жалғыз жатамыз. Бірақ, чтобы там нам было хорошо, осы жақта жалғыздықпен бетпе-бет келіп, үйренуіміз керек. Если біз жалғыз қалғанда, нам хорошо бола алса, жалғыз қалғанда өзімізді жақсы сезіне алсақ, күйеумен де, баламен де, басқа адамдардың жанында да біз өзімізді жалғыз сезіне аламыз. Осы жерден сұрақтарыңыз бар ма? Так вам отвлекается? Потому что негізі жалғыздықта жақсы өзін сезіне алған адам это нағыз бақытты адам да. Ол, значит, қоғамда да, басқа адамдардың жанында де өзі де бақыт сезіне алады. И басқаға да бақытты болуға пространство бере алады. Өзімді кішкене таныстырып өтейін, да, вообще откуда я взялась, кто я деген сияқты. Мен жалпы психолог болып жұмыс жасаймын. И менде вот қанша клиенттермен жұмыс жасаймын, бәрінде фундаментально бір нәрсеге тірелеміз. Қаншалықты мен жалғыз бола аламын с собой, без мужа, без ничего. Понимаете? Даже то же самое измена, то же самое вот онкология. Вот что может быть самое плохое в нашей жизни? Оның бәрі негізі түбінде бізді өзіміздің жалғыздығымызбен достасуға сондай бір үлкен бір не да ояту да. И ондай нәрселерге жетпей жатып, оянып, өзіміздің жалғыздықпен достаса алу өте маңызды. И сол нәрсені жоғалтпау үшін менде әртүрлі клиенттер келеді. Бірақ ең ерте келетін клиенттер браке 3-4 жыл болғандар. Понимаете, біз көбіміз шыдап жүре береміз. И это, конечно, нам мешает жить. Жить полноценно, жить счастливо, жить и с мужем, и без мужа, понимаете? Хорошо. И мына жерде бір клиентпен жұмыс жасап жатыр. Қазір вот почему-то менде вот WhatsApp номер бар, сол жерге жазсаңыз, мен бүкіл сұрақтарыңызға жауап беремін. Жалпы сіздерді бүгін сол жалғыздықтарыңызбен как-то бетпе-бет келуге, с этим работать, чтобы вам было хорошо и без мужа, и без детей, соған бір ұсынысым бар да. Ұсынысым именно топтық терапия. Потому что неге топтық терапия? Топтық терапияда ең күшті мынандай бір сезім келеді да. Блин, оказывается, мен жалғыз емеспін. Вот вроде бы да, жалғыз болмауға қорқамыз. То есть біздің проблемамыз бәрінде бар.
И это очень прям греет, да. И бұл еще күшті бір мотивация береді адамға жөнделу, өзін не бетпе бет қарауға, когда басқа адамдар да делают шаг к себе. Потому что если күйеуім қасымда болмаса, басқалар маған ауыр сөздер айтып қалады. Так айта бермей тұрамын, или күйеуім менсіз қыдырып жүр, мен бала қарап тамақ жасап отырмын төрт қатқа деген ойлар келеді. Ага. Да, как будто вот шынымен де бізде, знаете, вот тілдерімізде өте көп агрессия неден болады, ашуланамыз, потому что они могут позволить то, что мы себе не позволяем. Вот реально қанша клиент, вот қараңдаршы, 300 сағаттық менде вот не бар да, қанша клиентпен жұмыс жасадым, вот бәрінде күйеуінде вот сондай бір претензиялар болады, и күйеулері живут хорошо. Вот олар даже ойламайды, что у них проблемы. Почему? Потому что олар барғысы келетін жерге барады, жасағысы келген жасайды, даже вот жоқ деп айта алады. А біз ше? А біз өйтіп алмағандықтан нам это прям очень сильно триггерит, да, и біз не істейміз, содан біз ашуланамыз, содан кейін біз ренжиміз, содан әртүрлі жолмен әйтеуір күйеуімізді там ұрсамыз. На самом деле, вот күйеуіміз болмаса, ол мені қорғайды да. То есть неге сымбат өзі қорғай алмайды? Неге өзі айта алмайды? Да, например, там бір нәрсе біреу айтып қалғанда, жоқ, маған там мынау ұнамайды деп. Что мешает вам күйеуіңіздің там юбкасына тығылмай, да, грубо говоря, а самой как-то решать эти проблемы? Потому что мына жерде как будто күйеуіміз сіздің вот, иә, ол қорғау керек, ол там семьясына не істеу керек, но есть момент, когда нам нужно самим говорить, со мной так нельзя деп. Потому что сіз не только же енеңізге ол айта алмайсыз, где-то сіз может достарыңызға да, подругаларыңызға да, то же самое күйеуіңізге де айта алмай қаласыз, понимаете? Басында жалғыз қалғым келмейді, түсіндім, соңында мен жалғыз емеспін. Күйеуім алла тағала менімен бірге екеніне бір ақыланып алған көмек екенін өз өзіме осылай оценка берді. Я, да, сымбат слышится, как будто вот шектеулер, да, вот күйеуім мені қорғау керек, мен өзімді қорғай алмаймын, құдайдың алдына бармай алмаймын. То есть сіз уже өзіңізді недостойно қылып айтып бастағансыз да. Хотя кто это решил, да? И бұл жерде мәселе тек қана құдай емес қой. Значит, как-то вот кейбір мәселеде сіз адамдардың алдына да барып, до конца шешу қиын да. Шешу қиын болуы мүмкін. Ағырке сіз WhatsApp-ыңызды қалдырсаңыз болады, мен сізге жазамын демек. Потому что біз негізі не только там құдайға солай ойлаймыз, біз басқа адамдарға да сол нәрсені сезінеміз. Кейбір адамдардың жайында өзімді может недостойно сезінемін. Кейбір адамдардың жайында кейбір нәрсені еркін айта алмаймын. Күйеуіме кейбір нәрседе может жоқ дей алмаймын. Жоқ, там сен күнде үйде отырған маған ұнамайды. Или наоборот, может соны қолданып что-то свое делать. Понимаете, біз каждый әр ойымыз, мысалы күйеуге деп ойлайтын ойымыз, енеге деп, там, даже құдайға деп ойлайтын ойымыз, на самом деле біздің өзімізді шектейді. Не үшін шектейді? Жақсы өмір сүруге, еркін болуға. И сіз өзіңіз ол еркіндікті до конца сезіне алмағандықтан, күйеуіңізге де до конца оны бере алмайсыз. Ол балаларыңызға да бере алмайсыз. Потому что біз өзіміз қандай шекте өмір сүреміз, біз априори оны басқаларға да сол шекті құра бастаймыз. Басқалардың да сол шекпен өмір сүргенін қалаймыз. И чем больше біз, мысалы, терапия вот сол жағынан мықты, өйткені ол жерде сіз расширяться етесіз. Еркіндікті бірінші өзіңізге бересіз, ол еркіндік өзіңізде болғандықтан ол басқаға да бере аласыз. И содан ортадағы трение, ортадағы лайықты емес бір деген нәрселер автоматты түрде кете бастайды. И мен сіздерге, вот давайте сразу предлагать вещи, остаться так мало. И вот қараңыздар, мына жерде заслужить жизнь. И вот қараңыздар, да,
біз неге көп нәрсені айтпай қаламыз, көп нәрсені замалчивать етеміз да, өйткені біз қорқамыз, потому что нам мы поверили где-то, что мы должны заслуживать эту жизнь. Как? Үндемей қоя салып, там мына жерде жақсы жақсы бір там келіншек бола салып, мына жерде ойымызды шектей салып, мына жерде өзімізді шектей салып, понимаете? И там идеальный бір картинаны құрастырып аламыз. Вот мынандай әйелді бүкіл күйеулер жақсы көреді, мынандай келінді бүкіл енелер қабылдайды, мынандай мама болсам мен күштімін. Хотя бағана Ағекені сол үшін де көрдік та, вот ана вот сырттан қарағанда как будто балалар үшін өмірін беріп жатыр. На самом деле баласы да өзі де страдают. Почему? Потому что мама полноценно не живет. А если родитель, анасы, әкесі толық өмір сүре алмаған семьяда, бала да еркін өмір сүре алмайды. Көп балалармен мысалы тоже бұнда жұмыс жасадым, оларда андай иллюзия бар. Мен бір идеальный болуым керек, сонда ата-анам бақытты болады. Понимаете? Даже көп бала вот өзі үшін емес, ата-анасы үшін жасағысы келеді. Ата-анасы үшін идеальный болғысы келеді. Чтобы құдайым ай осы мен осындай болсам, ата-анам бақытты болатын шығар наконец деп ше. Понимаете? Настолько мы можем вот балаларымызға әсер етуге. И ол потом өмір бақи басқа адамдарды будет заслуживать. А нам это надо. Сондықтан сіздерге қазір мен ұсынғым келеді именно топтық вот терапияны сіздерге именно пробный терапияны ұсынғым келеді. То есть ол бір реттік, Сымбат ханым, ол жерге бағанағы именно жалғыздық мәселесін мен кезеңдер болады. Жалғыздық или бағанағы Ақеркедегі тревога. И біз кәдімгідей сол процесстің неге сіз жалғыз қала алмайсыз, неге там күйеуіңіздің диагнозде болғанын, оның қорғағанын қалайсыз. И при этом ол жаныңызда болса да вам тяжело да. И вот топтық терапияда мен мысалы офлайн жасап жатырмын, қазір онлайн жасағым келеді. Мынандай күшті бір отзывтар бар да, мысалы бір ханым айтады. И топтықтың бір күштісі аз уақытта үлкен нәтижеге келуге болады. Біз бір ай жұмыс жасадық, соның өзінде менде әр барған сайын керемет сезім, күшті инсайт, и өзімнің бар екенін сезіндім. Бағана айттық қой, біз көбінде бір жоқ сияқты өмір сүреміз. Как будто күйеуім жанымда болса, мен күшті сезінемін. Күйеуім маған молодец десе, мен өзімді бақытты сезінемін. Там балам бір нәрсе жасаса, мен бақытты сезінемін. Енем рахмет десе, сондай бір нәрселермен өзіміздің өмірімізді өте қатты шектеп қоямыз. И сол шектеуді топтық терапияда өзіңіз ғана емес, басқа адамдарды айта бастағанда, сіз анадан да өзіңіз көресіз, я вам отвечаю, там Ақниеттен өзіңіз көресіз, Сымбаттан өзіңізді көресіз, Мерекеден өзіңіз көресіз, и 7 адам, мысалы 8 адам алғым келіп жатыр, 8 адамнан 8 түрлі жалғыздықтың әртүрлі жолмен көргенде, олар да өзгергенде өзгеріп жатыр. Сізде де трансформация автоматты түрде жүреді. Даже қарап отырсаңыз да, даже сіз айтпай қалсаңыз да, мысалы ұяламын деп ше. Сондықтан сіздерді осындай топтыққа шақырғым келеді. Тағы да мысалы кеше ғана бір күшті отзыв айтты. Менде бір ханым, мен түсіндім наконец-то, что вот менде мынандай бір ожиданиемен келгенмін дейді, топтық терапияға. Что вот мен өзгерсем, күйеуім өзгереді, екеуміз күшті болып кетеміз. Но мен қазір түсіндім, менің өзгерісім маған ғана керек екен. И мне реально хорошо. Күйеуім ана өзгерсе де, өзгермесе де, самый вот даже мен оған әсер ете алмайды екен. Менің кейбір жерде менің шектеуім бар екен. Менің реально әсер ете алатын адам өзімім екеніне көзім жетті. И теперь я хочу жить деп айтты да. Вот мына жерде де мысалы айтып жатыр, жан дүнием жеңілдеп жатыр деп. Мына жерде топтық терапияда қыздардың бөліскендері ішінде жүрген біраз сұрақтар шешілді, иә. Мысалы Сымбат ханым бағанағы жалғыздығыңызбен, бағанағы күйеуіңіздің жанындағы сезімдеріңізбен, өзіңіздің отдельно адам ретінде қандай болуыңыз келеді? Я ответ заберу, что вы хотите. Сіз көріп тұрмын. Сол нәрсені де сіз сол жерде алып келсеңіз болады. Қараңыздар, самый главный біздің өмір сүрудегі бар болуда, күйеуіміз болса да болмаса да, ол бізге не айтса да, сен тамағың жаман, сен жамансың десең, или сен жақсы десең де, біздің ішкі состояниеміз ол нәрселерден өзгермеу керек. Понимаете? Бізде мен бармы деген бір сезім болу керек. И бұл ішкі опора, да? Почему? Потому что бізде көп хандар күйеуім мысалы бір нәрсені дұрыс емес десе, қойшы, мынау керек емес десе, бітті.
өмірі тоқтап қалады. Ана жерде все бір ай өмір сүрмейді. Бір ай ойланып жүріп, неге мен күйеуім өйтіп айтты деп ренжіп. Понимаете, біз күйеуіміздің, енеміз, басқаның сөзінен жылдарымызды өстіп жоғалтып жатырмыз ғой. Жылдарымызды бағанағы басқа адам қашан өзгереді екен деп кетіп жатырмыз. Хотя олар, басқа адам, біздің әсерімізден өзгермейді. Біздің өзгерте алатын бір ақ адам бар, ол өзіміз. Оны өзгертуге мен сізге мықты құрал беріп жатырмын. И бұл құрал, қараңыздар, мен отырып, я қалайсыздар екен, сіздерге ақыл айтпаймын. Я осы жерде бола беріңіз хотя бы. Мен сіздерге ақыл айтпаймын. Ойбай, сен былай істе, күйеуің сені жақсы көру үшін былай істе демеймін, қыздар. Топтық терапияда оның құны 15 мың теңге болады. Рахмет, рахмет әке, мне очень приятно. Топтық терапияда біз мындай сіздің барыңызбен жұмыс жасаймыз. Сіз келесіз, сізге бір сұрақ, даже сұрақсыз келсеңіз де, қандай сезім болып жатыр, сол сезімге келесіз. Күйеуім және жалғыздық сезінемін, өзім жеке қала алмаймын, өзім жеке қалсам то дорамаға кетіп қаламын, то тиктокқа кіріп кетемін, то басқа деп сондай бір сезіммен келесіз, соның түбіне жетеміз. Почему Сымбатқа тяжело оставаться одной? Почему там Айгерімге всегда хочется, чтобы күйеуі оған жылы сөйледі, чтобы онымен санасты? Понимаете? Ешқандай ішіміздегі сезім просто так бізде болмайды. И мен мына жақта 15 мың дедім, бірақ осы эфирді специально жасап жатырмын, чтобы сіздерге скидка жасауға 10 мың теңге қойдым топтық терапияны. Топтық терапия бұл жерде бізде одноразовый болады. Үлкен жұмысты біз жаза бастаймыз, 2 аптадан кейін. Но сіздер топтық жұмыс қалай болады екен, что это деген дәм өсеу үшін сіздерге бөлек бір одноразовый осындай бір терапия жасаймын. Сол жерге Сымбат, как вы думаете, как вы чувствуете, келіңіз келіп тұрмам. Уже бізде 3 адам бар қазір. Бөлек топтық терапияға тағы да 4 адам бар. Понимаете, бізде қазір өте көп иллюзия бар. Мен ана курсқа, бәріңіз бір курстарға қатыстығансыздар, иә. Мына курсқа қатыстым, көп нәрсе білемін, қалай жасау керек екенін білемін да. Но білу маңызды емес, білу вообще мусор. Маңыздысы өміріміздің өзгергені. И мен көзім жетті, мен мысалы терапияны не үшін жасаймын, неге топтыққа шақырып жатыр. Өйткені топтық терапияда адамдар өте қатты өседі. Даже мысалы біз бастадық, бір айда менің көз алдымда бір кісі 180 градусқа өзгерді. И ол өтірік, одноразовый сезім емес, это фундаментально ішінен өзгеру. Потому что біз топтықта сіздің бағанағы түбіне дейін барамыз да сіздің мәселеңіздің. Поверхностно, мен сізге ақыл айтып отырмаймын. Жоқ, ақерке сен былай істе, одан кейін былай істе, сосын хорошо заживешь. Потому что ол ақыл басқаға бәріне бірдей жүрмейді. Вообще негізі ақыл ол бесполезный дүние. На самом деле бізді өзгертетін ішіміздегі трансформациялар, ішіміздегі осознаниялар. Понимаете? Ішіміздегі такой өте хрупкий бір сезімдер. И осы нәрсеге сіздерді шақырғым келеді. Құны 10 мың теңге, 10 мың теңге. Қазір мен қарап отырмын да, 10 мың теңге бір обед. Бір кіресің, шығасың. Мына жерде сіз қазіргі өміріңіздегі қандай, мысалы, Айгерім, Ақерке, сіз жазып өтіңіздерші, Мереке, қандай қазір сізде проблема болып жатыр? Күйеуіңізге байланысты, өзіңізге байланысты, өміріңізге байланысты не болып жатыр? Мысалы, бағана Ақеркеде реально да, вроде бы сырттан қарағанда күшті дүние жасап жатыр, но ішінде очень много боли. Екі баласы қиналып жатыр, өзі қиналып жатыр. И біз сырттан осылай қарамағанда көп нәрсені байқамаймыз. Көп нәрсеге шыдап жүре береміз, қиналғанымызға. Но шыдағаннан жақсы болмайды. Шыдағаннан проблема ұлғая береді. Пока одан үлкен бір нәрсе бізді оятпайынша. Сондықтан өте маңызды. Неге сіз уже алдыңыз, иә? Құдай қаласа біз келесі апта жасаймыз осы пробныйды. Сіз алдыңыз ғой, иә, мен Мерекені сіз жазыпсыз ғой.
мен сымбат жас деп тұрмын ғой. Күйеуім қазір үйде онлайн Шымкентте. Бірақ онлайн жасаймын мынаны. Работа это тоже занимает. Ага, а не алмайатсыз, Мереке. Келсеңізші. Вы же уже давно меня наблюдаете. Кездесу бола ма? Егер де Шымкентте болсаңыздар, осы бір реттікті оффлайн маған келсеңіздер болады. Бірақ онлайн басқа қаладағылар онлайн қойса, а сіздер прям осы мен кабинетім, қазір мен отырған жерім, осы жерге келіп, мы можем поработать. И оффлайн вообще өте мықты жұмыс жасауға болады. Иә, Ақерке бара аласыз ба? Сіз онда маған қараңыз, 747-112-05-40 жазыңыз. Келесі апта ұйымдастырамыз. Аптаның ішінде 2 адам бар уже, үшеу бар уже. Үшеу, и вот сіз келсеңіз, маған вот где-то 7 адам болса жеткілікті. Өте мықты уже жұмыс жасай аламыз. Прям сіздердің проблемаңызды өте қатты ашқанда, кәдімгідей шок боласыздар. Өйткені терапияда менде топтықта всегда шок болады. Всегда прям нереально мықты динамикада жұмыс жасаймыз. Мереке, қандай тағы сұрағыңыз бар? Вот что вам мешает вот прийти, да? Сіз еще Шымкенттесіз, иә, вроде? Понимаете, бізде не просто так киімімізге жынданамыз. Оның артында бір нәрсе бар конкретно. И біз өзіміз қалғанда оны көре алмаймыз. Өйткені оны көре алсақ, ну, зачем вообще нам было жить, да? Сондықтан бізге Құдай осындай психологты жібереді, басқа адамды жібереді. Потому что мен кәдімгідей оны сізге профессионально көрсетіп беремін, да? Внутри өзіңізден көп байқамаған дүниелерді байқайсыз, вообще көрмеген дүниелерді көресіз. И сіз көріп бастағанда, конечно, сіз оны уже жөндейсіз. Сіз уже бұрынғыдай өмір сүре алмайсыз. Сіз уже өзіңізді игнорировать етпейсіз. Ішіңіздегі проблеманы игнорировать етпейсіз. Сіз уже ананы моментально жөндей бастайсыз. Вообще очень рекомендую топтық, но если топтықты ұялам қысылам десеңіздер, жекеме келсеңіздер болады. Жеке терапия менде 20 мың теңге. Ол жерде уже индивидуальный подход болады, конечно. Мәселеге прям тек қана сізбен келеді. Бірақ топтық қараңыздар, 2 сағат жүреді. 2 сағат әр айтқан адамнан по-любому өзіңізді көресіз. Сіз прям шок боласыз. Мынау мен ғой деп. Вроде жоқ, это не про меня дейсіз, но бірақ өзіңізді кәдімгідей көресіз. И мне прям хочется, что вы попробовали хотя бы 1 раз. Потому что бір рет дәмін татқаннан кейін көп нәрсе көзіңіз ашылады. Өміріңіздегі қай жерде сізде жүрмей жатыр. Неге сіз, например, потому что бізде анығын шынайы айту керек, өте көбімізде күйеуімізден зависимость бар. Вот күйеуім бір нәрсе айтып қалса, все, мен өмірім тоқтап қалады. Күйеуім мысалы, алдында бір клиентпен жұмыс жасадық, оказывается, бір жыл бұрын бір нәрсе қалаған, бір бизнес, бір жұмысты бастаған. Бірақ күйеуі айтқанда, ой, қойшы, зачем дейді. И қазір выясняется, что вот бір жылы кеткен ғой сол күйеуінің бір сөзі үшін. И в этом виноват ли муж? Да? И выясняется, что вот ішінде полноценный сенім болмаған, что қолынан келеді. И күйеуінің сөзіне сынып қала салған. И бізде сол нәрсе өте көп болады. Біз мысалы күйеуіміздің сөзіне, күйеуіміздің бір әрекеттеріне не просто так реакция береміз. Понимаете, ішімізде, значит, что-то до конца не работает. И сол нәрсені топтық терапияда біз ашып табамыз. И сізде уже, мысалы, менде болды мына клиент, кәдімгідей екеуміздің жұмысымыздан кейін күйеуі квартира алып берді. Хотя қанша жыл ол ренжіп, мен күйеуім маған сенбейді, маған квартира алып бермейді, маған там бизнес бастап бермейді деп жылап жүрді. И келді, прям бір айда кәдімгідей күйеуі бизнес ашып берген, еще квартира алып берген. И сол жерде да Жансая ханым, білмеймін, оказывается, мен өзім ішімде бәрін қиындатып жүр екенмін ғой деп. Қазір сөзбен айтқанда, конечно, сізде ойлайсыз, мен де қиындатып жүрмін, онда мен де барып айтайын. И так это не работает. Понимаете, біздің ішкі сезіміміз маңызды. Что мы чувствуем. И бүкіл адамдар это чувствует. Если сіздің ішіңізде неуверенность болса, бір нәрсе айтып жатқанда, күйеуім, давайте там киноға барайық. Бірақ ішіңізден сіз ойлап тұрсыз, мен ақша жаратамын ғой.
онда обязательно вот күйеуіңіз теріс бір нәрсе айтады. И біз не істейміз, соған үйреніп қаламыз. А на самом деле глубина мы не верим, что мы достойны этого кино, даже прикиньте, вот элементарно бір киноны даже мы разбираем, что вот оказывается киноны вот специально Жансаяев үшін ақша жаратып киноға баруға даже болмайды екен. Прикиньте, қандай бізде установкалар бар. Сондықтан ханымдар 10.000 теңгеге өзіңізге шанс беріп, мүмкіндік беріп, келіп ішкі әлеміңізге үңілуге сіздерді шақырамын. Понимаете, 10.000 теңге кәдімгідей өміріңізді төңкеріп жіберуі мүмкін. Это возможно. Өзіңізді совсем басқа тұстан көріп, басқа адамды көруіңіз мүмкін. И көру керексіз да. Өйткені біз өзімізге өте көп алдаймыз, өзімізге өте көп иллюзияда өмір сүреміз да. Ой, со мной все хорошо, там күйеуім өзгерсін деп сеніп жүрген қанша ханымдар бар. Жылдарын жоғалтып ше. Кәдімгідей очень обидно. 10 жыл, 20 жыл. Мен мысалы 3 жылда, я опомнилась, 3 жылдан кейін что-то күйеуіме қатты зависимый болып, оның там ойынан менің ойым, оның там эмоциясынан менің эмоциям там зависимый болғаннан я одумалась, мен іздеп бастадым. Мен бірінші билдингқа бардым, мен бірінші там женский курстарға бардым. Реально я верила, күйеуіме бір нәрсе істесем, ол супер миллионер болып кетеді деп. Но білесіздер ма, сөйтіп жүріп қанша ақшам, қанша уақытым жоғалды. Қазір я понимаю, что нет, ақерке, я ақерке маған жазыңыз, вот, или вот мына жерге WhatsApp номерларыңызды қалдырыңыздар, қазір мен шыққаннан кейін жазамын. Мына жерге жазыңыздар. Ақерке, қазақ қызы, Ақниет, номерларыңызды жазып кетіңіздер. Я вам напишу. И я реально верила, что вот мен күйеуімді өзгертемін. Но это, оказывается, иллюзия. И мен прям шүкір етемін, что мен 3 жылда опомнилась, 3 жылда ояндым. И сразу начала вот терапияға барып бастадым. Но терапияға келудің өзіне мен 3 жыл адасып жүрдім. Ментом, имбилдинг, всякие женские курсы. Как сделать меня миллионером, как сделать себя женственной. Фигня, қыздар, фигня. Біз женственный басқадан бұрын бірінші адам болып үйренуіміз керек. Өзімізді адам ретінде полноценный құқығы бар, жоқ дей алуға, сезінуге, бір өзінің қалауы болуына, өзінің уақыты болуына реально сондай мүмкіндігі бар адам екенімізді біз не то что головой, да, жанымызбен, жүрегімізбен сезуіміз керек. Сөйтіп сезгенде у нас обязательно үлкен сыртта да өзгерістер болады. Ақерке, вот давайте, хотите диагностику? Ой, Мереке, что вам мешает прийти? Я не знаю, 10.000 теңге фигня нәрсе ғой, честное слово. Потому что сіздер қазір 10.000 теңге төлейсіздер, и кәдімгідей өміріңізде уже, я вам гарантирую, даже келгеннің өзіне көп нәрсе өзгереді, көп нәрсе көзіңіз ашылады, уже трансформация жүреді. До терапии даже, вот терапияның сондай құдіреті бар. И мен сіздерге миларыңызды ашытпаймын. Конкретно өзіңіздің запросыңызбен келесіз, конкретно өзіңіз ішіңізге үңілесіз. Жоқ, 10.000 емес, 10.000 теңге терапия топтық, я топтыққа келемін десеңіз. И ол 2 сағат болады, 2 сағат, то есть сағаты 5.000 теңге. Но 2 сағатта, аяқта Құдай қаласа 7-8 адам жинаймын деп ниеттеніп отырмын. Онлайн бар Ақерке, иә. Офлайн? Да. Біз осы нәрсені офлайн бар. Офлайн білесіз ба? Бізде қазір тағы бір ханым бар, ол тренер. Сонымен бірге біз кәдімгі офлайн группа жасап жатырмыз. Сіз соған келсеңіз болады. Вот. 10.000 теңгеден тоже 2 кездесу қалды бізде, соған үлгеріп қалсаңыз болады. Тоже ол жерде 2 сағат. Вот. Онлайн қатысатындар тоже онлайн жазсаңдар болады. Офлайн Шымкентте сондай жасап жатырмыз. Вот 2 кездесу қалды, соған ілігіп кетіңіз Ақерке. Давайте. Ол жақта прям өте мықты. Даже сіздерге мына жерде мен мысалы бөлісе аламын. Короче, андай нәрсе айтып жатыр да, мысалы. И білесіздер ма, офлайнда өзгеріс өте тез болады. То есть именно топтықта. Почему? Потому что басқа ханымдар да өздерінің бойларын шешіп жатқанда, сіздің жаныңыз да уже емделіп жатады. Сонда бір
несі бар, күшті әсері. Ағырке онда сіз маған жазыңыз, вот менің номерім, или мен сізде де сохранить еттім, сіз нөміріңізді сөйтіп хабарласып қосылып кетіңіз, иә, офлайн барамын. Я жұма күні болады, жұма күні 2-ден 4-ке дейін. Шымкентте болсаңыздар, соған қосылыңыздар менің офлайн топтық жұмысыма. Если онлайн келем десеңіздер, онлайнда мен группа жинап жатырмын. Қазір уже 3 адам жиналып тұр. Жұма күні, жұма 2-ден 4-ке дейін. Жоқ, осы апта болмайды. Осы апта біз уже өткізіп тастадық басқа күні. Келесі апта уже. Келесі апта жұмада. Вот қараңыздаршы. Қандай просто түсіну керек, что вот көбіне мысалы былай айтады да, ойбай мен күйеуіммен ақылдаспаймын. Но күйеуіңіз сіз үшін сіздің өміріңізді сүріп бермейді. Сіздің ағып жатқан көз жастарыңыз, сіздің кетіп жатқан уақытыңыз, ол сіздікі. Даже бізді ең қатты жақсы көретін күйеуіміз болса да, ең жақсы көретін, даже мама да, күйеуді қояйықшы, даже олар да өзінің, ну, как сказать, выгодасын көріп тұрады. Никакому күйеу не выгодно лишний ақша кеткені. Никакой, ну, даже мама хочет, что вот, мысалы менің мамам, например, маған ашық айтады, маған сыйлық сыйла деп. Понимаете? То есть мы всегда ждем, что нам выгодно. Но сіз басқа адамды күтіп жүргенде, пока күйеуіңіз заметит, пока там мама заметит, пока сіздің жасаған жақсылығыңызды папаңыз заметит, сіздің өміріңіз кетіп жатыр. Сіздің ең қайталанбайтын минуттарыңыз, сағаттарыңыз, күндеріңіз кетіп жатыр. Вот мен терапияға сонымен барғанмын. Мне было очень больно. Не істесем де бәрібір күйеуіммен что-то не то. Бәрібір менен недовольна. Неужели менің өмірім өтіп кетеді? Мне было очень больно. И шүкір, мен терапияда оның жауабын таптым. Қазір я 100% живу, вот реально, да. И менде, наоборот, қазір күйеуіме другой махаббат. Не такое вот заслужить. Мен саған бердім, а теперь ты мне давай махаббат. Ты мне давай свое время. Емес. Вот реально жүректен келеді. Жүректен я его уважаю. Жүректен спокойно я ему даю пространство. Там басқа қалаға кете ма, мен қорықпаймын, ойбай анау маған измена жасап қояды, ойбай анау басқа біреуді тауып қояды. Я уверена в себе, я уверена, что вот я доверяю мужу. И бізде көбімізде бұл доверие жоқ. Көбіміз қорқынышта өмір сүреміз. И сол қорқыныштан біз күйеуімізге көп нәрсені жоқ дей алмаймыз. Қорқыныштан билеп кетеміз. Но ол обязательно басқа жерде агрессия болып шығады. Басқа жерде сіз оған не істеуін бір нәрсеге ренжіп қаласыз. Понимаете, жизнь ли это? Жизнь ли это? Мне, честно, не хочется тратить свое время, да, свое вот Құдай берген шектеулі өмірімді на обиду на мужа, на инемнің обидасын. Но это не значит, что мен оны пофигист болып өмір сүріп кетемін. Пофигизм — это тоже не жизнь. Это вот өтірік, бетті жұмып қойып, осылай өмір сүру. Но это не жизнь, да? Понимаете, біз вот, мысалы, сіз мынандай вот стакансыз, қарашы қандай әдемі, да, такой стакан. И біз көбінде күйеуіміз бізді жақсы көрсін, енеміз бізді сыйласын, ойбай баламыз ертең бізді күшті өмір берсін дейміз, да. Біз не істейміз, өзіміз какой-то бір затқа зат қылып жібереміз. Мына затты не қалаған мынаға қояды, қалаған ана жерге апарады, қалаған қолданып кетеді, қалаған айтады, жоқ, үйде отыр, жоқ, жұмыс істеме, жоқ, сен қолыңнан не келеді, да? Понимаете, и сондай жоқтармен біз өзімізді осындай бір тряпкаға жібереміз, да? Как бы больно это не было. Бірақ неужели Құдай бізді сондай бір шектеулі өмір үшін жаратты? Неужели мына стакандық өзінің функциясын 100% атқара алмайды? На самом деле, не үшін мен терапияға шақырып жатырмын, мен өзім топтық. Өйткені топта сіз түсінесіз. Ана бір әйел өзінің проблемасын айтып жатқанда, сізде де мына блин, оказывается, менде мынау бар ғой деген бір сезім оянады, Динара ханым. Понимаете? И это важно. Сіз өзіңіздің проблемаңызды бүйтіп көрмейінше, оны шеше алмайсыз. Бана Ақерке мысалы айтады, мен күнде там периодично жылаймын, периодично менде выгорание.
периодично маған ешнәрсе қызық емес, периодично мен балаларыма ашуланып ұрысып қоямын. Но өмір ма ол? Точно өмір емес. Периодично күйеуіңізге ренжіп периодично әр нәрсеге әсерленіп жүрсеңіз, мен сіздердің беттеріңізге айтайын, бұл өмір емес. Настоящий өмір, когда я чувствую себя, когда мен керек жерде жоқ дей аламын, керек жерде иә дей аламын, и мен иә деп күйеуіме бір нәрсе жасағанда, әдемілеп тамақ жасап бергенде, мен ертең күтпеймін. А теперь сен маған жаса. А теперь ты мне что-то дай. Бүгін мен там түнде ұйықтадым, а теперь ертең сен маған ақша бер. Нет, мен өзімді де, и күйеуімді де, и балаларымды да насиловать етпеймін. Понимаете? Сондықтан ішкі еркіндік өте маңызды. Оны сіз ешқандай күшпен сатып ала алмайсыз. Ешқандай техникамен жасап ала алмайсыз. Оны тек проживать ету арқылы болады, и топтық терапия ол нәрсені кәдімгідей береді. Сондықтан, Динара ханым, мен қазір топтық терапияны ұсынып жатырмын. Оның құны 10 мың теңге. Бұл одноразовый болады, бір рет сіздер келіп көресіздер. И вот ощущениемді сол жерден көресіздер, топтық терапия қалай әсер етіп жатқанын көресіздер. Менде шынымды айтайын, менде прям 100% сенім, что ол әсер етеді. Әсер етпеуі невозможно. Өйткені сіз өз жаныңызға үңілесіз. Ол жерде ешкім сізге ақыл айтпайды, данышпан болмайды, мен де психолог болсам да, просто бірге психологпен максимально экологично ішкі жан дүниеңізге үңілесіз. Динара ханым, сізде вот сұрақ бар ма? Сұрақ, немесе қазір сіз мына жерде өзіңіз тұрсыз, диагностика өткіңіз келе ме? Сізге диагностика өтіп бере аламын. Менде вот 15-20 минутым бар. Давайте. Саламатсыз ба? Иә. Ой, давайте онда қосып, давайте сізбен бір диагностика жасайық. Мен бағана сет ұстамай кіре алмай қалдым да, бірақ иә, уже түсініп жатырмын. Примерно күшті нәрсе айтып жатсыз. Машаллах. Рахмет. Не жайлында или сұрағымды қоя берсем болады ма или? Иә, сұрағыңызды қоя беріңіз и түріңізді көрсетіңізші, көріп отырайын кішкене мүмкіндік болса. Бірақ мына жерде, ну, вам нормально, да? Иә, қазір. Или бірақ бір ескертетінім бар, мынау запись болады, и бір кісі там запись көрейінші деп еді, так что басқа адамдар сізді көрсе, вам как? Онда камераны қоспай-ақ просто айта берейін, иә? Иә, хорошо. Например, менде мынандай сұрақ та. Жалпы күйеу туралы қоя беруге де болады ғой, иә? Любой, вот күйеуіңіз вас волнует, өзіңіз без разницы, любой. Негізі тема күйеу болған соң, күйеуге байланысты болса, конечно, хорошо. Иә. Мынандай да, мысал үшін, мынандай болады ма, мысалға, мысалы мынадай еркектер болады ма деген, жалпы өмірде, мысалы сені сүйем, күйем деп ондай забота көрсете алмайды, но барлық жағдайыңды жасауға, не істеуге бәрін тырысады да. Ну, айтайын дегенім, сезімін жеткізе алмайтын адамдар болады ма? Да. Потому, понимаете, не үшін ол болады, потому что бізде біз өзіміз сезім жеткізу қиын ғой негізі, не все же можем, вот признайтесь, да? А еркектерде еще больше қиын, потому что олар бірінші көрмеген, бізде көбінде еркектеріне еркексің, жылама, үйтпе, и көп еркекте сезімге запрет. Это не потому, что он хочет, а он не знает. И бұл жерде өте мықты, если женщина это может. Ну, женщина это как, мысалы, менде, вот өзімде күйеуіммен, сондай вот реально близко, ашық әңгіме соңғы 2 жылда болып жатыр. Почему? Потому вот что сондай, менде де солай. Потому что мен терапияда смогла это, и одан кейін оны үйде де жасаймын. И ол да жайлап ашыла бастады. И как вас это вот, в чем ваша проблема? Күйеуіңіздің осындай әрекетіне? Білмеймін, біз сол ашық сөйлесе алмаймыз. Хотя бөлек тұрамыз, никто нам не мешает, да, например. Бірақ солай ашық сөйлесе алмаймыз, сондай. Проблема сол болып тұр ғой, екеуміз бір-бірімізбен ашық сөйлесе алмаймыз. А не нәрсені ашық сөйлескіңіз келеді? Вот конкретно есть что-то, соны сөйлесе алмай жүрген?
Ну вообще барлық нәрсені мысалы бізде әңгіме былай да только быт бала шаға там сондай болды, басқа ортақ ештеңке айтпаймыз да ше. Мгм. Ну да, получается, близости нету такой вот сожительства. Аха, ну менің ойымша солай сияқты да, только этот былай ашылып сөйлесу, мен де оған барып любой кезде ойымдағыны ашық айта алмаймын сондай да, и ол да маған айтпайды. Мен айтсам ол екеуміз ұрысып қаламыз. А как сіз айтасыз, если сіз ұрысып қалсаңыздар? А А қалай сіз айтасыз мысалы? мен ойым осындай осындай болып тұр десем, ол менің ойымды уже жоққа шығарды да, ой сенікі дұрыс емес, ой сенікі мынандай деп ше, никогда былай түсініп өйтпейді да ше. А не үшін ол түсіну керек? Ал түсінуге міндетті емес па? Конечно. Сіз өзіңіз түсінесіз ба до конца айтқыңыз келген нәрсені оған? Иә. Почему вам этого не хватает? Неге ол түсіну керек? Білмеймін енді, просто сырласып кейде айтқым келеді ғой, сондай моментте түсінбейді. Вот ол түсінсе не болады сіз үшін? Что это значит, если ол сізді түсініп бастаса? Түсініп бастаса, это близость, поддержка деп ойлаймын. А зачем вам нужна его поддержка? Зачем нужна дейсіз ба? Білмеймін, мен мысалы көңіл күйім болмаған кезде жұбатқанын қалайсың ғой, осылай осылай болсын деп. То есть көңіл күйіңіз Жылулық сезінесің да, например, или это просто ожидание ма барлық адамның. А көңіліңіз болмағанда сіз өзіңізге поддержка жасайсыз ба? Жоқ, жасамаймын. Вы ждете от него? Мхм. И как это? Өзіне қалай жасау керек, например. Жоқ, қашпаңыз. Как вы это? Как к этому вы сейчас чувствуете? Вот смотрите, да, сіз оны түсінгенін қалайсыз, бірақ өзіңізді не совсем түсінесіз. Да, вот как-то расплывчато. Не всегда түсінесіз. Сіз оны поддержка жасағанын қалайсыз, бірақ қиналғанда жаныңыз, сіз өзіңізге поддержка жасамайсыз. То есть вы хотите от него, что сами себе не делаете. Мен сізді да түсінбедім. Мысалы, мен қиналып тұрмын, мен барып жанымды түсінсін деп біреуге айтамын да. Просто сен ішкі неңді, ойыңды бөліскің келеді. Мен өзіме қалай сонда поддержка жасауым керек? Ну, то есть вы думаете, что вот всегда басқа адам ғана поддержка жасай алады? Жоқ, мен сізге сұрап тұрмын ғой, сонда өзіңе қалай жасау керексің деп. А я как могу это сказать? Я же не вы. Вот Динараға қандай поддержка керек мысалы? Вот что сізді вот қазір вот может в последнее время тревожит? Вот как бы вы себя поддержали? Мысалы, мен басқа адам болсам, құшақта просто сөйтіп поддерживать ететін едім. Сөзбен, жылумен да, например. То есть сізге құшақтау керек. Вот құшақтаса жақсы болады, иә? Вот вам хорошо, именно потом жылы сөз. А вы можете именно тура осыны барып күйеуден попросить? Сенің түсіну міндетті емес, но маған керек сенің құшағың. Просто құшақташы. Там, или мынандай сөз маған айта аласың ба? Солай өзіміз сұрауымыз керек да, получается. Да, знаете, как бы было ему хорошо. А то он не понимает, что от него ждут, еще хочет, чтобы там понимали, еще и поддерживали. Ну, вы же учите. Мы другим должны как говорить, как с нами обращаться. То есть күйеуге күйеу болуды біз үйретеміз. Но это не значит отырып алып сабақ үйрету емес. Как с нами обращаться. Да, вот Динарамен қалай обращаться дегенді сен үйретесің, понимаешь? Одан кейін күйеуің осылай екен деп, потом ол сен бір айтасың, екі айтасың, үшіншісіне автомат түрде он сам сөйлейді. Понимаете, вот почему мы ждем, да? Вот қараңыздар, бұл нәрсе бәрімізде бар, Динара, не только у вас. Угадай мелодию, угадай, что я хочу.
На самом Мгм. деле, вот кто не угадывал среди, вот что вы Мгм. хотите? Вообще кто-то угадывал у вас в жизни раньше? М. Угадывал дейсіз ба? Вот біреу сидит сұрады ма, что ты хочешь, как ты хочешь, немене болып жатыр. Сұрайды, но күйеуім емес, бауырларым, ата анам, солар ғана. Ну, такое ощущение, как будто сиден көп сұрамаған, да? По крайней Мгм. мере, вот навык ретінде қалмаған. И бұл нәрсе қыздар өте маңызды, да? Ә, именно бізде, мысалы, балаларымыздан, вот біз бала кезде көбімізге сұрамаған, иә? Бізге не? Мгм. Басқарған. Жат тұр, Динара отыр, Динара сабақ оқы, Динара бетін жу, Динара анда бар, Динара үй жина, да? А нет, такое не было у меня в детстве. Вот. А как было? Нормально, мен заботлы, нормально ондай семьяда өскем енді. А что вам сейчас мешает вот говорить, как обращаться с Динарой? Вот Динарамен надо так, надо ее обнимать, күйеуім. Жоқ, мен оған айтамын ғой, но ол дейді да болды, қоя салады. Ол уже 4-5 рет айттым, айтпады емес та, например, ол бәрібір жасалынып жатқан жоқ, например. Сіз Енді оған оның, айттыңыз ба, мені құшақтай аласың ба, маған қазір керек болып тұр деп. иә, иә. И сөйтіп айтқанда, что он делает? Долго ойланып отырып, сосын барып істейді да. Мен 2-3 рет айтқан соң ғана айту, сразу емес. Мгм, И сейчас я уже не хочу, как будто соған бір жалынатын сияқты болып кетесің да. Қойшы дейсің сосын. мгм. Ну, что вот осы жерде можно ли сказать? Мне как-то это не очень, когда сен так долго думаешь. Тебе не хочется, деп, может, спросить? Ну, то есть спросить, да, неге ол солай ұзақ ойланып жатыр? Может, он тоже борется, өзінің какой-то бір в целом неэмоциональный адам, еще тут сразу обнимашки, может, ему больно это делать? Да, Вы, он не эмоциональный человек. Иә, ол сондай. ну, вы же не просто так его выбрали. Тоже надо, да, как-то вот посмотреть. Неге Мгм. эмоциональный адамды таңдадың? Мгм. Білмедім соны. Да, вот соны бағана топтыққа келсеңіз, А, сможем осымен поработать. с нуля, да, это топтық, иә. Потому что мына жерде енді мен сіздің ары қарай жараңызға кіріп кете алмаймын ғой. М. Только поверхностно, да? Но в целом Мгм. чувствуете такое вот ожидание, да, среди от него. Мгм. Вот можно Мгм. изучать, про что это ожидание. М. Неге мен күйеуімнен күтемін, или неге мен уже одан көңілім қалып жатыр. Потому что көңіл қалу это тоже нехорошо. Мгм. Ну, то есть это такой көңіл бір қалады, екі қалады, үшіншісіне уже бір-біріңізден алыстай саласыздар. Алыстау это ни к чему хорошему не приведет. Мгм. Как я могу что-то сделать? Ну вот, поизучать көңіл қалмайтындай бір в чем наша ценность наших отношений? Соны вот топтықта давайте поизучаем. Динара, келесіз ба? Хорошо, Осы иншалла. алдағы апта вот құнын көрдіңіз 10.000 теңге. Мгм. Сіз қай қаладансыз? Мен осы Шымкент қаласынан. Да? Аха. Шымкенттен болсаңыз, бізде оффлайн жиналып жатырмыз. Оффлайн бізде группа бар. Сол жаққа Аха. келгіңіз келе ме? Ол жақта Аха, ол жерде адам көп болады ма негізі? иә. А, Вам не комфортно көп болса? давайте онда мен жекеге ойланып көрейін, аха. Ага, да. Да, М. жекеде уже конкретно бағанағы суықтық, да, сол нәрсемен жұмыс жасасақ болады. Мысалы, суық еркекті таңдау мәселеңіз, там бағанағы со временем бір біріңізден алыстап жатқаныңыз, да, в целом Мгм. осыны мен Шымкенттемін қазір, Мгм. кабинетімде отырмын, осы жерге келсеңіз болады. М. Да, сол ғой, короче, бізде проблема. Бірақ ол барлық нәрсені істейді. Мысалы, мен мойныма ақша табу, бүйту, сөйту, или там кум услуги деген ондай міндеттер ештеңе басыма салмайды. Барлық өзінің кәдімгі еркектік міндеттерін бәрі өзі атқарады. Ага, Бүкілін, да, например. Только
бірақ минус болғанда сол ғана да, жаңа сөйлесе алмау сондай ғой арада. А так басқа нәрсенің орнында. Мен әйел өзім орнында, еркек ретінде ол да еркек өзінің орнында да. Мгм. Только сол мәселе ғой. Сол Ну, бойынша. бұл өте маңызды мәселе. Мхм. Потому что бізді негізі отбасы қылатын там ақша табу, бала табу емес, бізді отбасы қылатын арамыздағы осындай близость, байланыс. Иә, мен де солай ойлаймын да. И ол Мгм. байланыстың качествосына екі адам да жауап береді. И Мгм. мы можем именно поизучать Динара жақтан, что вы ожидаете от мужа, и ол ожиданиеңіз насколько обоснованно. Мм. Түйе бере алатын нәрсе ма, или басқа бір нәрсені күтіп кетіп жатсыз ба? Оны мен Мм. сізде мына жерін ашып отпай, но жекеге сол нәрсемен келе аласыз да. Мгм. Хорошо. Рахмет, Динара, за смелость выйти сюда и как-то не бояться осындай сұрақтармен бетпе-бет келуге. Рахмет. Осы жерден тоқтай аламыз ба? Иә, все. Хорошо. Жекемен жазыңыз, хорошо? Хорошо. В целом негізі айтатын дүние бізде ожидание көп болады. И это нормально. Қанша жерден енді күшті отбасыдан шықсақ та, да, қандай неше түрлі бізде мәселелер вроде бы күшті көрінсе де, в целом мен айта аламын, что отбасымыздағы күйеуімізбен байланыс и оның сапасы, оның қаншалықты, например, біздің сезімдеріміз, я жалғыздық сезінуіміз мүмкін, бағанағы суықтық сезінуіміз мүмкін, оның бәрі просто так болмайды. И оны изучать етіп, оны дұрыстауға болады. Жеңуге болады да, ана ожиданияның мәнін, потому что оның артында өте көп құнды сіз туралы именно сіздің өсіретін, сізді еще больше ашатын, сіздің өміріңіздің түюден басқа да мәнін табуға көмектесетін өте құнды нәрселер болады. Я прям в этом уверена. И менімен сол нәрсені сіздер аша аласыздар. Өйткені бізде кейбір мәселелер шешілу керек. Ана неге менде күйеуіме суықтық, неге мен өзімді жалғыз сезінемін, неге мен бара одан көңілім қалып жатыр. Бұл мәселелерді біз шешпесек, біз онымен жұмыс жасамасақ, өмір оны біздің орнымызға шешіп береді. И обычно это больно бывает. Сондықтан никакой мүмкіндігінше проблеманы игнор жасамай, с этим надо работать. И ол всегда жеміс береді. Жеміс в плане күйеумен қарым қатынаста, өзіңмен самозалны қарым қатынаста, өзіңді тануда, ашуда, потенциалыңды ашуда, да, өзіңді тек қана отбасымен шектемеуге, и еркіндікті внутри чувствовать, ол еркіндікті күйеуге де бере алуда, балаңа да бере алуда, особенно балаға еркіндік бере алу өте маңызды. Өйткені иногда біз өзіміздің әртүрлі бойларымызды өте көп балаларымызға жағып тастаймыз, травмаларымызды беріп жібереміз, да. И за это нам придется отвечать и в этой жизни, и в той. Сондықтан терапия ол көп дүниенің бетін ашып, трезво бір адекватно өмір сүруге өте күшті жағдай жасайды. Осымен жайлап эфирімді тамамдайын. Жалпы сұрақтарыңыз болса, мына WhatsApp нөміріне жазыңыздар. 747-112-05-40 жазып қойдым, иә. И терапияға топтық неде 10 мың теңге сіздерді күтемін. Осы алдағы апта жасаймыз. Записьті қалай өшіремін.